Ауыл тұрғындары бүгінгі мынау Абат ауылдық клубы мен кітапханасы бірлесіп ұйымдастырып отырған мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған іс-шарамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі шарамызға арнайы осы ауылдың тұрғыны Назерке Мұратқызы келіп отыр. Ол қарындасымызға рахмет айтамыз келгеніне. Деніне саулық тілейміз, отбасына амандық тілейміз. Қуанышты күндері көп бола берсін. Осы мерекесімен тағы да құттықтаймыз. Осыған орай аздаған ұжымның атынан сыйлығымыз бар, соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Армысыздар ауыл тұрғындары. Бүгінгі мынау ауылдық клубпенен, кітапхананың ұйымдастыруыменен өтіп жатқан мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған іс-шарамызға қош келдіңіздер. Қазан айының екінші жексенбілігі осы мүмкіндігі шектеулі жандардың мерекесі болып тағайындалған. Соған байланысты ауылымыздың тұрғыны Назерке Мұратқызын бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Осы болып жатқан іс-шараның барлығы осы Назеркеге арналады. Назеркеге отбасына аманшылық, деніне саулық тілейміз. Әрдайым жақсылықта бола берсін. Аздаған сыйлығымызды тапсырамыз. Құрметті Назерке әпше, бүгінгі сіздің мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жаныңызда әрқашан жүре беріңіз, ешқашан ауырмаңыз.